Құрметті студенттер, алгоритм өңдеу және бағдарламалау негіздері пәні бойынша практикалық жұмысты, практикалық тапсырманы ескерткенімдей Codeforce платформасында шығаратын боламыз, және соған қалай кіру керек, қалай есеп шығарады, соны түсіндіріп өтейін. Алдымен жіберген группаға бәріміз тіркелеміз, және осы группада мына сілтемені, осы сайтты өздеріңізге былай заклад келіп сақтап қойыңыздар. Чтобы браузермен кіріп, тез кіруге жеңіл болу үшін. Енді осы жерде мына екі силабус бар. Қажет болған жағдайда ашып оқып таныссақ болады. Кейін Codeforce Contestке сілтеме деп мына бір сайт бар, және екіншісі студенттердің логин паролін көру үшін мына екінші сайтқа кіреміз. Мына тізімнің ішінен әрбір студент өзін іздеп табады. Мысалы, Жұмағалидың логины 014, user 014, Шыңғыстікі user 015, Жәнібек 06 деп осылай кете береді. Немесе 1551 деген пән бойынша мына төмен қарай түсеміз. Мына жерде мысалы Талшындікі user 309, Назерке 310, осылайша жалғаса береді. Егер компьютермен кіретін болсақ, Ctrl-F-ті басатын болсақ, мына жерге мысалы студенттің атын іздеп тапсақ болады. Кім бар? Айталық игілік Нұргелді деп былай таптық та, Нұргелді десек. User 341. Енді ескертетін жайт, көп студент былай Google-ға кіреді, мына жерге Codeforce деп жазады. Осылай. Одан кейін мына YT-ді басады. Міне қараңыздар, мына жерде codeforce.com. Мында там бағанағы user, мысалы мынандай логин бар, мен өзім демо ретінде құрастырған. YT-ді басқан кезде мынау кірмейді. То есть көп студент осылай пароль қате деп жалоба жасап отырады постоянно. Там айтып отырады. Мән беретін жайт міне APB25 Contest Codeforce. Codeforce.com. Разница вот осыда. То есть студенттер на APB Contest Codeforce.com-ға кіру керек. Айталық user, мен өзімнің құрастырған аккаунтын тексеру үшін міне осыған кіреміз. Және мына жерде контесттер тұрады. То есть контест 0, контест 1, контест 2 деп кете береді. Әр апта жаңа контест ашылады. Сосын мына жерде егер ашық болса, мына YT деген кнопка тұрады. Если ашық болмаса, онда қай күні басталады, мына жерде көрсетіп тұрады. Одан кейін не кіреміз YT. Одан кейін 3 есеп берілген. 3 есептің берілген оқушының ішіне кіреміз. Егер қазақша ауыстыратын болсақ, мына жерде флагты басамыз. Яғни Ұлыбританияның флагын басамыз. Сол кезде бізде ауысады. Енді мына жерде қазақша есеп берілді. Кейін оқытушылар үйретеді. То есть практикадан өтетін оқытушылар мына жерде есептің берілгенін қалай түсіну керек, input не үшін және output не үшін екенін түсіндіреді. Сосын есепті шығару үшін submit кодты басамыз. Осы жерден бұлай есептің берілген есеп таңдаймыз. Мысалы A есеп. A есептің кодын осы жерге жазамыз. Мына жерде негізі студенттер ыңғайлы болу үшін бөлек Visual Studio'да немесе кодблокста есеп шығарып, кодты осы жерге Ctrl-V, Ctrl-C, Ctrl-V етіп салуға болады. Есеп шығарып болғаннан кейін мына жерде Submit'ті басу керек болады. Немесе орысша отослать деген кнопка болады. Осыны басамыз. Потом есептің дұрыс немесе дұрыс емес екендігін айтады. Мои посылки басқан кезде мына жерде студент қай есепті шығарып жіберді, соның барлығы көрінеді. Кейін статусқа да біз кіре алмаймыз, біз көре алмаймыз. Яғни есептің барлығын біз шығарып қойсақ, мына жерде 3 есепте де мына жерде 3 есепте де бұл жасыл жанып тұрады, то есть есеп шығарылды деген сөз. Тағы да қайталап өтемін. Контестке кіру үшін мына сайтқа кіреміз. apb25 contest.codeforce.com. codeforce.com деген сайтқа емес. Басында міндетті түрде apb25 contest.codeforce.com болу керек.
Егер сұрақтар туындаса, Telegram группаның ішінде мына әңгіме деген жерге немесе сұрақтар деген жерге жазуға болады. Так, тағы да қайталап өтемін, мына жерге спамить етудің керегі жоқ. Егер спамить етсе блокқа түсірем, одан кейін жаза алмай қаласыздар.